Саламатсыздар ма? Әділқазылар алқасы сайысқа қатысушылар, баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Мен Жұмалиев Бақылбек Қарасайұлы, 13 Ақтау қаласы 13 гимназияның музыка пәнінің мұғалімі. Бүгін мен қорғайтын тақырыбым Қазақстанның кәсіби музыкасы, дәстүрлі әншілік өнері, яғни 6 сыныптардың 5-ші сабағын өзіме презентация қорғау есебінде видео түсіруге жатырмын. Енді сабақтың тақырыбы көрсетілді. Ары қарай жалғастыратын болсақ, оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары, сабақтың мақсаты барлығы осы жерде жазылған. Оның барлығын оқу тоқталып тұруға уақыт тапшылығандықтан ары қарай жалғастыра берейін. Дәстүрлі әншілік өнер деген не? Жалпы оқушыларға бұл тақырыпты алған себебім өзім дәстүрлі әнші және жыршы термеші болған себепте бұл тақырыпты кеңінен жақсылап түсіндіруді өзіме мақсат етіп алған болатынмын. Енді дәстүрлі әншілік өнер ұлттық мұраның маңызды бөлігі, халқымыздың мәдениетіне, тарихы, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан өнер түрі, бұл өнерге атақты жыраулар мен ақындар, сал-серілер, жыршылардың шығармашылықтары жатады. Яғни оқушыға сал-сері дегеніміз кім, жыршы дегеніміз кім, жырау дегеніміз кім, осы мәселелерді айырып білу мақсатында бұл тақырыпты үлкен көлемде қамтуға тырысайын. Ары қарай жалғастырамыз. Енді мен Қазақстанның әншілік өнері әр өңірлерде әртүрлі дамыған. Яғни әр өнердің ән айту стилі әртүрлі. Сондықтан да мен Қазақстан Республикасының картасын оқушыларға көрсетіп отырып, осы 5 мектепті жеке-жеке тоқталу арқылы сабақты түсіндіруді жалғастырамын. Келесі, бізде Батыс мектебі, Батыс әншілік мектебінің мына жерде батырманы басатын болсақ, Батыс әншілік мектебінен кез келген бір шығарманы орындауға мүмкіндік алуға болады. Яғни Батыс әншілік мектебінің негізін қалаушы түп атасы болып саналатын Мұхит Мерауыл дейтін атамыз. Бұл Батыс Қазақстан облысы, қазіргі Орал облысының аймағында өмір сүрген атақты әнші Мұхит атамыздың әндерін осылай балаларға тыңдатып, әуелі қамтыған орындары, яғни Орал, Батыс Қазақстан облысы, Атырау облысы, Ақтөбе, тіпті Маңғыстау облысында подкасттар. Енді бұл жерде орындалып жатқан шығарма Мұхит Мерауыл атамыздың Айнаның көзі деп аталатын әні. Өте кең тынысты, кез келген әнші бұл әнді орындай алуы мүмкін емес. Сондықтан нағыз кәсіби орындаушы немесе мықты әнші болмаса, Мұхит атамыздың әндері өте қиын екенін айта кеткім келеді. Енді ары қарай тағы да жалғастырамыз. Бұл бірінші мектепті қамтиды. Келесі бұл Маңғыстау әншілік мектебі деп мен жеке тоқталамын, себебі біз Маңғыстау облысында туған жерден. Бірақ біз жалпы Батыс әншілік мектебінің қатарына кіріп келеміз. Дегенмен біздің Маңғыстаудың әншілігі Батыстың әншілігінен мүлдем кішкене ерекшелеу. Себебі бізде жыршылықта жақсы дамыған, әншілікте жақсы дамыған, соның ішінде Жеті Қайқы деп аталатын аталарымыздың мына жерде барлығының аттары жазылған. Мүскінбай, Досат, Тұрсын, Әділ, Жылгелді, Тастемір, Шолтаман дейтін кісілер бұл адайдың Жеті Қайқысы деп аталады. Яғни Маңғыстау өңірін мекендеген адай руынан шыққан қанша мәңгілік әншілерді айта отыруға болады оқушыларға. Кеңінен бөлек бір тақырыпша есебінде оқушыларға жақсылап түсіндіруді жөн көремін. Тіпті қасында домбыра аспабы болатын болса, біздің Маңғыстау әншілік мектебінің қандай екенін білуге болады. Мына жерді басатын болсақ, Өскінбай Қалманбекұлы атамыздың Кербез-Айша дейтін әнін осы жерге мен балаларға тыңдатушы әдейі салып қойдым. Және бұл әннің айта кетейін дегенім, орындаушысы өзім, яғни өзім айтқан әнді салып оқушыларға тыңдатуға мүмкіндік алады. Деген сияқты Маңғыстау әншілік мектебінің қандай екенін осы жерден көруге болады. Ары қарай тағы да жалғастырамыз. Келесі мектеп Арқа әншілік мектебі. Қазақта жақсы тамаша сөз бар. Арқаға барып әншімін деме, Атырауға барып күйшімін деме деген сияқты сөздер бар. Яғни Арқаның әншілік мектебі Қазақстанның
көп аймақтарында өте жақсы дамыған. Соның ішінде көптеп кездесетін жерлер бұл Қарағанды облысының төңірегі, Көкшетау, Қостанай, Петропавл, Павлодар сияқты аймақтарда сал серілер көп өмір сүрген. Ол жақта, яғни олардың бірқатарын айта кететін болсақ, Біржан Сал, Ақан сері, Жаяу Мұса, Күлі Ыбырай, Әсет Найманбаев, Балуан Шолақ, Мәди Естай сияқты тамаша әншілер бар. Бұл әншілердің, яғни сал серілердің шығармашылығы әлі күнге дейін қазақ даласында әнмен тербеп тұрады. Яғни заман өтсе де ол кісілердің әндерін домбырамен емес, тіпті эстрадалық нұсқаларда жазып алып әншілер халыққа кеңінен таралып жатыр. Яғни бұл да дәл солай. Арқа әншілік мектебінің кез келген бір шығармасы ойналуы мүмкін. Ары қарай Шығыс өңірінің әншілік мектебі, яғни Алтай, Тарбағатай тауларынан таралған әншілік мектебі Өскемен және Семей облыстарын қамтып, қазіргі Абай облысы деп айтамыз. Сол өңірлерді жақсылап қамтиды. Бұл әншілік мектепке бірден бір қазақтың маңдайына біткен ақын, қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың әндері де осы мектепке емделіп жатқызуға болады. Абай атамыздың 8 аяқ әні ары қарай жалғасын табады. Енді Жетісу әншілік мектебі дегеніміз картада көрсетіліп тұрғандай Алматы облысы. Осы Алматы облысының айналасы, Жамбыл облысы, Тараз қаласының айналасы, Қордай, Талдықорған сияқты жерлерді қамтиды. Яғни ояқтағы әншілік мектептің негізін қалаушылардың ірі өкілінің бірі бұл Кенен Әзірбаев атамыз. Кенен Әзірбаевтың қаншама әндері бар, және сол тақырыптың соңында Кенен Әзірбаев атамыздың туған жерде аталатын әні оқушыларға таныстырылады, тыңдалады және жаттап қосылып бірге айтуға оқушылар мүмкіндік алады. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, біз Сыр әншілік мектебі дейді. Енді бұл Сыр әншілік мектебі бұл өте ерекше, орындалуы да ерекше, көбіне көмейге салып ән айту деген бұл жақта өте жақсы дамыған. Яғни Сыр әншілік мектебінің орындаушылық шеберліктері де кез келген әнші орындай алмайды, себебі олардың жыры да, әні де кішкене күрделі жүреді деп айтуға болады. Бұл кісілердің бұл Сыр әншілік мектебінің негізін қалаушылар Желбай, Нартай, Сәрсенбай, Нұртуған. Осы кісілердің кез келген бір шығармасын оқушыларға тағы да бұл жерден тыңдауға мүмкіндігі бар. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бұл дәстүрлі әншілік мектептердің ірі өкілдерінің аты жөндері және түрлері халық балаларға бір есте қалу мақсатында бұл жерге қойып қойдым. Кенен Әзірбаев атамызды, Мұхит Мералыұлы, яғни Маңғыстаудың әншілік мектебінің негізін салған кісілердің бірі Өскенбай Қалманбетұлы, Нұртуған Кенжеұлы, Біржан Сал атамыз және Абай Құнанбаев атамыздың суреттерін балалардың есінде қала берсін деген мақсатта салып қойдым. Келесі оқушылармен енді сабақтың ортасынан алғаннан кейін жаңа сабақты түсіндіріп болғасын оқушыларға топқа бөліп жылқылар сайысы дейтін жарысты өткіземін. Яғни 4 топқа бөледі оқушылар, жылқылар жарысын бастаймыз. Яғни мынандай кедергілер болады, 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ. Қызықты болу мақсатында бұл 5 баладан 6 баладан құралған топтардың өздеріне ат қойып алады. Жылқылар сайысы болған жерде жылқыға қатысы бар нелерді тұлпар, құлагер сияқты атауларды өздеріне қойып алады да ары қарай жалғастырады. Яғни бірінші ұяшықта бүйтіп басатын болсақ, дәстүрлі әншілік мектептердің нешеге бөлінеді деген сұрақ қойылады. Олар жауап береді 5 немесе 6 деген сияқты өздерінің жауабын береді. Осы жерден жауабын көре аламыз және ары қарай сұрақтарымыз жалғасын таба береді. Атақты әнші композитор Ғарифолла Құрманғалиев қай әншілік мектепке жатады дейді. Енді бұл Батыс әншілік мектебінің негізін салушылардың бірі Мұхит Мералыұлы болатын болса, бұл Мұхит Мералыұлының әндерін халыққа кеңінен жеткізген Ғарифолла Құрманғалиев атамыз екенін біз жақсы білеміз. Ары қарай осы сияқты әр мектептерден сұрақтар қойылады да оқушылардың кері байланыс есебінде ойында қызықты өткізеді. Жаңағы әрбір жылқылардың кедергісінен ең бірінші қай топ өтеді, сол топқа жеңімпаз деп жариялаймыз. Және соңында оқушылармен кері байланыс жасау мақсатында бір 10 минутқа немесе телефондарын қолдануға мүмкіндік беремін. Яғни телефон арқылы бұл QR кодты сканерлеп
өздерінің сабақта қаншалықты қызықты болғанын, карта ойыны дейтін немесе асық ойыны дейтін ойын шығады шынымен. Өздеріңізде QR код арқылы қарап көрсеңіздер болады. Және оқушылар өзінің алған несін көрсетеді. Сабақты қаншалықты түсінген туралы, я болмаса қандай қиындықтар туды, я болмаса мен түсіндім деген сияқты әртүрлі смайликтермен өздері сол жерден жауап бере алады. Ендеше сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сайыс онлайн түрде болған жерде мына тек презентацияны көрсетіп қоймай, өзім ауызша түсіндіруді жөн көрдім. Көп рахмет.